Елдің рухани, мәдени өміріндегі, білім ғылым саласындағы өзекті мәселелерді кәсіби тұрғыдан талдап, талғам таразысына салып, ой елегінен, сана сүзгісінен өткізетін сараптамалық хабар ой сүзгі. Шерубай Құрманбайұлымен. Кеш жарық, құрметті радио тыңдаушылар, Шалқар радиосының тікелей әуе толқында ой сүзгі хабары. Хабар тізгіншісі Шерубай Құрманбайұлы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы қазіргі жастар әдебиетінің мәселелеріне арналмақ, қазақ әдебиетінің жай-күйі жөнінде сөз қозғамақпыз. Ой сүзгі хабарының бүгінгі қонағы рухани жаңғыру бағдарламасымен осы бағдарламасын жүзеге асыруға арналған Рух KZ танымдық сайтының редакторы, 2017 жылғы әдебиет саласы бойынша дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, жас қаламгер, әдебиет сыншысы Елдос Тоқтарбай. Елдос, сен қош келдің хабарымызға. Көп рахмет, қайырлы кеш. Осы бүгінен жастар, биылғы жыл бізге жастар жылы деп жарияланды. Жастарымыздың жалпы шығармашылығына, оның ішінде осы әдебиетте, өнерде, ғылым саласында жүрген жастардың шығармашылығына мән беріп, олардың жетістіктерін, еңбектерін, қандай озық ойлары тапқандар болса, оларды жұртшылыққа дер кезінде көрсетіп жеткізіп отыру да бір маңызды мәселе. Өйткені жастардың өсуі, олардың танылуы өте маңызды. Әсіресе аға буын, осы әр саланың мамандарының өз саласы бойынша өсіп келе жатқан, еңбектеніп жүрген, ізденіп жүрген жастардың шығармашылығына көңіл бөліп отыру өте маңызды дүние деп ойлаймыз. Енді осындай мақсатпен Елдос, өзіңді бүгінгі хабарға арнайы шақырып отырмыз. Жаңа айтып өттік, өзің осы әдебиет саласында еңбектеніп жүрсің. 2017 жылғы дарын сыйлығын осы еңбектерің үшін иелендің. Осы түрлі басылымдардан жазған әңгімелеріңді сын саласына қатысты еңбектеріңмен танысып оқып жатамыз. Жалпы бүгінгі осы 90 жылдардан бергі әдебиеттің жалпы күйі, осы соңғы 90 жылдардан ол да таныс. Әсіресе мына 2000 жылдардан тіпті бергі соңғы 10-15 жылдың көлеміндегі әдебиеттер туралы, әдебиеттің жай күйі туралы әңгіме қозғасақ деген ой бар. Осы кезеңнің өзіндік ерекшелігі туралы бастайықшы. Ерекшелігі неде осы кезеңде әдебиеттікке осы жастар келіп жатыр? Кезеңнің ерекшелігі неден басталады? Одан кейін кімдер өкілдері туралы ары қарай айта жатармыз. Осы кезде кімдер келді, олардың жекелеген ерекшеліктері туралы. Енді еліміз тәуелсіздігін алған жылдан бастап тәуелсіз қазақ әдебиеті дүниеге келуі ол заңдылық. Осы тәуелсіздік алған жылдары көптеген әдебиетке жаңа есімдер келді. Қал-қадірінше қызмет етті. Нарық кезеңіне тура келді. Сол кездерде де біздің әдебиетіміз жаңа жастарсыз қалған жоқ. Керісінше жастар қатары сол нарықпен күресе жүріп, кітап шығармайтын заманда, газет журналдардың өзі шығуы қат заманда біздің жастар еңбектеніп алға шықты. Сол жастардың өзі бүгін 50-ге келіп отыр, алдыңғы толқын десек. Енді біз мына 2000 жыл, яғни 21 ғасыр, жаңа ғасырдың басынан бері санайтын болсақ, жаңа ғасырда әдебиетке 100-ге жуықты жаңа есім келген, тіпті одан да көп. Соның ішінде қай-қайсысы болсын тәуелсіздікті жырлауда, баяғыдан арманда келатқан ұлттық мұрат, ұлт мұратын, сонымен қатар мынау құндылықтар дәріптеуде, тәуелсіздіктің бірлігі мен қасиетін жырлауда, соны жазуда, насихаттауда, дәріптеуде әсіресе жастар жағы көп үлес қосып келеді. Бұл әдебиеттің ерекшелігі жаңа буын, тәуелсіз кезең тудырған әдебиет өкілдері болғандығымен ерекшеледі деп ойлаймын. Болашақта бұл өз бағасын алатын болса, жылымық кезеңнен кейінгі мынау үміт күткен әдебиет болып табылады. Кезінде Әуезов айтып еді ғой, үміт күтетін буын болады. Мынау жыл келгенде жаңалық сезілген деп. Ал енді біз ғасыр келгенде жаңалық сезіндіретін әдебиет
нағыз бір қазақ әдебиетінің цензурасыз, еркін, ешқандай тосқауылсыз, ойын бүкпесіз жазатын шынайы кезең осы кезең деп ойлаймыз келген. Жақсы, сеніңше сонда қазір енді әдебиет сыншысы ретінде өз замандастарың қатарының шығармашылығымен жақсы танысып жүрсің. Сол өзің айтып отырған жылымықтан кейінгі үміт күтетін осы жастардың бір жаңа леп, жаңа өзгеріс әдебиетке әкеліп өзіндік үнін танытты деп есептейсің ғой? Әрине. Енді олай болса, осы жастардың арасында өзің айтып отырғандай, сол енді әрине қандай шоғыр келсе де, жаңа айтып отырсың 100 шақты жаңа есім деп. Енді жалпы өнерде, ғылымда, әдебиетте, соның ішінде қашанда бұл жеке шығармашылық тұлғалардың ішінен енді қанша жүйрік болса да, солардың ішінде таңдаулылар болады. Солардың ішінде айрықша талантымен, біліммен, басқа да қырларымен ерекшеленетін жастар, тұлғалар шыға бастайды. Осылар жайында мысалы жаңа айтып отырған жастардың ішінен кімдерді өзің атап айтар едің осы жастардың ішінен? Біздің еліміз тәуелсіздік алған жылдары әдебиетке келген Маралтай Райымбекұлы, Бауыржан Бабажанұлы сияқты ағаларымыз бүгін 50-ге келіп отыр. Осыларды 2000 жылдары қазіргі қазақ поэзиясының үлкен ақыны Темірхан Медетбек ағамыз алтын көпірліктер деп бағалап, осы Маралтайдан бастап әрқайсысына жеке-жеке мақала жазып, қазақ әдебиетінде осы жастардың даңқын көтерген. Сол Маралтайлар өзіндік рухымен сол буын алтын көпірлік деген атқа лайық болды. Біздің мынау әдебиетке құмартқан кезіміз сол Маралтайлардың ақындық дәуірінің бір асқақтап тұрған, солардың 25-30 жас аралығымен теңбе-тең келді. Әсіресе сол 90-шы жылдар Маралтай ағаң менен осы Бауыржан ағаларың жарқырап ерекше көрінді. Солардың буыны бізді қатты қызықтырды. Маралтай болып өлең оқыдық, Әмірхан болып өлең оқыдық сол кезде бізде. Енді солардан кейін келген буын да үмітті болды. Олар қазіргі 40-қа келген, 40-тың 40-асынан асқан жігіттер, қыздар, бұл Дәурен Берікқажыұлы, Танагөз Толқынқызы, Дәулеткерей Кәпұлы, Ерлан Жүніс, Ақберен Елгезек, осылар өте көп бұлар. Осының ішінде топтың ішінен дараланып, айрықшаланып көрініп тұратын, екеуі болса соның ішінде дарасы болса жалғызы болып тұратын бірнеше есімдерді айтуға болады. Мысалы Ерлан Жүніс. Ерлан Жүніс қазақ поэзиясына революциялық бір өзгеріс әкелген ақын. Бұл өлеңнің формасын мынау құбылтты, тіпті шын айту керек. Біз болашақты Ерланның бағасын жете түсінеміз деп ойлаймын, керемет беріп. Ерланның Нараду деген поэмасы бар, Мәңгілік ел Нараду деп аталады. Бұл поэма біздің 1000 жылдықтағы ғасырымызды көрсетті. Ал енді Ақберен Елгезектің ақындығымен қоса прозаиктік қыры қазір халыққа, оқырманға жақсы танылып келеді деп ойлаймын. Ақбереннің мына болмаған балалық шақ деген хикаяты әдебиеттегі бір жақсы шығармалардың қатарынан орын алады. Осы буынның ішінде біздің мына ата жұртқа келген замандастарымыз бар, ағаларымыз бар, Монғолиядан, Шығыс Түркістан, мына Қытайдан келген, Өзбекстан, Қарақалпақстаннан келген бауырларымыз да мықты. Бұлар қазақтың қаймағы бұзылмаған сөзін, тілдің құнарлығымен, этнографиялық ұлттық сипатты жырлауда оқпой озық тұрады. Соның ішінде Ұларбек Дәлейұлы, Ұларбек Нұрғалым сияқты ақындардың жөні де, тұрпаты да бөлек. Өлеңдерінде рух беретін дүниелері бар. Осылардың өлеңдерін оқығанда Темірхан Медетбектің түркілік сарынды жырлағандай бір көруге болады. Көк түріктердің сарынын. Ал енді осы топтағы ақындардың ішінде Ерланның бағыты бөлек болса, Ерланның қатарластары, қазіргі жүрген Бауыржан Қарағызұлы дейміз. Бұл ақында өзіндік бір сипатыменен ерекшеленіп жүр. Сол сияқты осы ақындардың ішінде Дәулеткерей Кәпұлы. Мысалы, Дәулеткерейдің қазаққа ортадан шыққаны және қазақтың салт дәстүрін, тілін жетік меңгергені әрбір өлеңнен аңқып тұрады, білініп тұрады. Дәулеткерейдің өзі 2 кітабы керемет әсер етті маған. Біріншісі Бүлдірген ағып түскенде,
екіншісі сүттіңір дейді. Атауларының өзін қараңызшы, мына мезгіл мінездерін көрсетіп отырады. Қазір біз айтпаймыз, бұрынғы үлкен шалдар ауылда айтып отыратын, сүттің іңіргірген уақытта деп. Ол қандай? Ал бүлдірген ағып түскен деген мезгіл қай уақыт? Осының бәрін іздегісі келген оқырман Дәулеткерейді оқып шықса, шынымен қазақ болып шығады. Мысалы, Дәулеткерейді ұлттық мына код дейміз, қазіргі айтып жүрген рухани жаңғыру. Соны Дәулеткерей 90-шы жылдың басынан 2000-ші жылдардың ортасында жазып тастағанын таң қалдырады. Осы буынның жетістігі, тәуелсіздіктің. Ал енді қазіргі өзіміздің қатарлас, замандас жүрген жігіттердің де ішінде жақсы жігіттер бар. Мысалы, Олжас Қасым деген жігіт бар. Мынау кезінде Қайнекей Жармағанбетов сияқты үлкен ақындарымыз баллада жанрын қалыптастырып, балладаның түрлерін керемет қып дамытса, сол үзіліп қалған желіні осы 21-ші ғасырда, 21-ші ғасырдың алғашқы 10 жылдығында жалғаған ақындардың бірі осы Олжас Қасым. Олжас Қасымның мынау Жарылыс деген поэмасы бар. Семей қасірет туралы. Полигон туралы бізде көп өлеңдер жазылды, көп дүниелер жазылды. Бірақ жаңа буынның ішінде Олжастың өлеңі өзі сол топырақтан шыққаннан кейін ерекшеленіп тұр. Айдын Байыс деген жігіт бар. Жас жігіт. Механика факультетін бітірген. Өзі инженер, электрик. Сол енді әдебиетте. Сол әдебиетте бұрында болған бұндай. Осы Айдынның өлеңдеріне Есенғали Аманхан ағаларымыз үлкен баталарын беріп үміт күтіп отыр. Бұл біздің толқынның жетістігі деп ойлаймын. Жақсы, енді мына жерде сен жаңа алдыңғы буын, мынау Бауыржан ағаларың, Райымбек, Маралтай ағаларың туралы айтып өттің. Осы буынмен жас жағынан шамалас, мына 40-тың бел ортасындағы жігіттердің ішінде кейбір азаматтар сол 90-шы жылдары әсіресе осы журналистика саласында еңбек етіп, журналистиканың қазанында қайнап, әдебиетке көп өз замандастарымен көп қатар араласпай. Кейінірек танылып жүрген осы алдыңғы осы буынның өкілдері де бар. Осы әсіресе мына Серік Әбікенұлы, Сәкен Сыбанбай, Дәурен Қуат деген сияқты азаматтарына, Ерлан Төлеутай да кейінгі кезде өнер саласында ғана Лия Жақанов ағаларының ізімен жазып жүрген. Ғалым ретінде 90-шы жылдар үшін жақсы танылған мына Берік Жүсіп сияқты азаматтар кейінгі кезде ғылыммен қатар осы әдебиетке қатысты көркем дүниелерді жазып жүр. Осы буын жазғанына мына хронологиялық тұрғыдан қарасақ, әдебиетке үлкен дайындықпен келгені көрініп тұр. 2000-ші жылдардан кейін жариялана бастады. Мәселен, Сәкен Сыбанбай, кімнің Серік Әбікенұлының Құлжасақа, Жолбарысшымы дегендер еңбектері, әңгімелер кейін жарияланды. Дәурен Қуаттың да Тас моншасы да, Мысық пен Маруся мен Мысық, басқа да мына Мүйіз тарақ сияқты әңгімелері де осы кейінгі жылдары, кейінгі бір 5-10 жылдың көлемінде 2000 жылдардан кейін шығып, біз кейін таныстық. Осы құбылысқа, осы азаматтардың әдебиетке келіп жатқан деген сендердің жастарың менен кейінгі жастармен жас жағынан салыстырмаймыз. Ол азаматтар қазір 40-тың мол ішіндегі қалыптасқан бұлай азамат ретінде танымал жігіттер, бірақ жазған шығармалары кейінгі жылдар көбірек көрініс беріп жүр. Енді әдебиетті, бұл әдебиет адамның жасымен не болмаса өлшенбейді ғой. Бұл азаматтар айтып өткен қай-қайсысы да рас. Мына соңғы жылдар, әсіресе 2010 жылдан кейін әдебиетте белсенді жаңалықтар әкелген ізденістерімен, мынау соны лебіменен ерекшеленіп оқырманды қуантып жүр. Теледе шұрайлы. Тілінің шұрайлығымен. Бұларды мына мәселе деп ойлаймын. Ақындар, Маралтайлар 90 жылдары жарқырап ерте көрінді. Әділ Ботпанов, марқұм Маралтай Райымбекұлы, Әмірхан Балқыбек, Бауыржан Бабажанұлы сияқтылардың барлығы 90 жылдары дүркіреп көрінді. Бұл ақындар ғой. Өлең ерте танылады халыққа. Жасымен. Және жастық леп, жастық жалын, сонымен максимализм бар. Ол өлеңге тән. Өзі өлеңнің, ең керемет өлеңнің жазылатын шағы сол 20, 25, 30 жастың аралығы деп ойлаймын. Шын ақынның өлеңі сол кезде көрінеді. Тармақ жандар дейсің ба? Сол уақыт кезінде. Өйткені қазақ әдебиетінің поэзиясының негізін қалаған сол Мағжан, Ильяс Сәкендердің өзі сол жастарда жазды ғой, сүбелі шығармаларын. Ал енді проза мәселесі бұл ауыр. Үлкен дайындықпен келеді. Әсіресе мына жаңа заманда проза жазу. Бұлардың
жастық шағы 25-30 жастары бір жоқшылық кезеңге келді ғой. Өзіңіз білесіз, қаржы жағы тапшылық, енді ғана оқу бітірді. Бұлар журналистикаға батыл араласып кетті. Күнкөріс, тіршілік қамменен. Сол жерде осы Дәурен Қуат болсын, Сәкен Сыбанбай, бұлар журналистиканың отымен кіріп, күлімен шығып, қазақтың ұлттық журналистикасын қалыптастырды. Өз саласының белгілі мамандар, мықты мамандар. Ал енді бұлар сол уақытта әлгі алтын пышақ қап түбінде жатпайды дейді ғой. Сол сияқты саф алтын қап түбінде жатпайтын, тот баспайтынын көрсетті. Қанша уақыт өтсе де журналистикада жүріп, мынау жаһанды жаулаған жанрмен соғыса жүріп, ақпарат майданында мына әдебиетке дайындықпен келгенін көрсетеді. Мысалы, Дәуреннің тас моншасы, мүйіз тарағы, күрекей, күнікей күрекейі, сонымен Мұса Алейхиссалам туралы жазғаны, Бегімайдың жыры, шығармалары қазақтың тілі төгіліп тұр. Ауылдың тілі, ақсақалдардың тілі бұрынғы. Батырлар жыры, епостар епостық тілді. Сонымен аңыз, мифтер бар шығармаларында. Ал енді Сәкен Сыбанбайдың мына бақытты адам, мұңлық, сосын кейін Емакенттегі махаббат дейтін шығармалары бүгінгі заман кейпін, бүгінгі біздің замандастарымыздың тағдырын ашып көрсететін шығарма ретінде танылды. Ал енді Серік Әбікенұлы Алматыда журналистикамен жүріп, телеарнада үлкен жаңалықтар әкеп, мына Талдықорғанға барғаны бұл кісінің әдебиетке келуіне үлкен жол ашты деп ойлаймын. Талдықорғанға барғанда бұл кісі Жетісудың аңыз әңгімелерін естіп, ауыл ақсақалдарын жинастыра жүріп, керемет дүниелер жасапты. Мысалы, бұл кісінің Құндақбай батыр туралы жазған дүниесі. Осы күнге дейін Құндақбай батыр деген Совет өкіметіне жау, бір құбыжық сияқты болып келген. Ал енді Серіктің сол әңгіме хикаяттарын оқығаннан кейін біздің Совет өкіметі орнаған тұста соларға қарсылық күрескен батырларымызды, нағыз ұлт батырларын көрсетті. Бұл тарихи тақырыпты індете жазып жүр. Бәлкім Серіктің болашақты Мағауин, мынау Қабдеш Жұмаділов салып кеткен тарихи бағытты дамытатынына мен шынайы сенемін. Бұл жерде сол байқалып тұратыны, жаңа Серік Әбікенұлының осы әдебиеттегі жазған көркем дүниелерін оқып отырсақ, жаңа Құлжа сақасындағы, Жолбарысшымдағы біршама әңгімелерін біз таныстық. Осында зерттелеп барып, елге барып, жерді көріп, сол мәліметтерді көбірек жинап, жаңа Мұхтар Мағауин туралы жақсы айтып тұрсың. Сол сияқты жинақтап, зерттеп барып жазатын осы қаламгерлердің бірі сияқты. Ал енді жаңағы өзіңіз айтып өткен Ерлан Төлеутай мен Берік Жүсіптің біздің қазақ прозасына келуі тіпті қуантарлық жаңалық. Кезінде Ілия Жақанов ағамыз өзіңіз айтқандай, мына әрбір елді мекенді сал-серлердің жүрген жолын аралап, әннің тарихы туралы шығармалар жазса, Ерлан Төлеутай Иман Жүсіптің әні деген хикаятыменен Иман Жүсіптің тағдырын, Иман Жүсіптің трагедиясын керемет ашып шыққан. Ал Берік Жүсіпті сондай ұмыт болып баратқан әннің мынау фольклорлық бағыттағы шығармаларды жаңғыртып жазып жатыр. Бір Берік Жүсіпті біз енді мына жыраулар шығармашылығын терең зерттеуші, соның бүгінгі үлкен өкілі. Сол дәстүрді жалғап келе жатқан азамат ретінде танитын едік. Кейінгі кезде осы қырынан да көп көрініп жүр. Ғалым ретінде жазушылығы жалпы әдебиеттің әсіресе осы ауыз әдебиетін, жыраулар шығармашылығын зерттеудегі орны ерекше. Ал енді көркем дүниелерін мен осы кейінгі кезде танылып жүргені ерекше болып жатыр. Сондықтан енді бұл буын үлкен дайындықпен, өз салаларында көрініп танылумен бірге әдебиетке үлкен дайындықпен келген деп түйіндейміз ғой. Солай ма? Енді бұл буынға берілетін баға, бұлардың жазған шығармалар енді міне 8-9 жыл болып қалды ғой. Алдағы 10 жылда әдеби айналымға кіріп, әдебиеттану ғылымында объекті болып зерттелетініне, өзіне лайықты бағаларын алатынына сенімдіміз. Енді бұл буынды бағасы сол 90-шы жылғы буынның Маралтайлардың қатарласы алтын көпірліктер буыны болып санатына жатады. Алтын көпірліктер дейсің. Ал енді кейінгі мына жастардың ішінде бұл азаматтар жайында көп айтуға болады, жеке әрқайсының шығармашылығын жеке тоқталуға болады. Кейінгі кезде мына Бейбіт Сарбай, Қанат Тілеухан, Өміржан Әбдіхалық деген сияқты Мұрат Алмасбек деген азаматтар, Ноқта деген шығармасының бір ғана әңгімесінің өзі есімізде қалыпты. Жаңа
Қанат Тілеуханның медаль деген сияқты осы Бейбіт Сарыбайдың да мейірім толып жатқан әңгімелері бар енді кейінгі көптеген. Біз енді әдебиет саласының маманы болмасақ та, филолог оқырман болғандықтан кейінгі жас буынның арасынан осы азаматтарды оқып, көріп, және шығармашылығына былай кейбір осы ерекшеліктеріне, тіліне сүйсіне қарап жататын да жағдайымыз бар. Осы азаматтардың шығармашылығы туралы. Енді бұл жігіттердің де қай-қайсысы әдебиетке шама шарқылары жеткенше өз үлестерін қосып жүр ғой. Мысалы, Бейбіт сатира, ирония, юморды жазса, Қанат Тілеуханның шығармаларында трагедия басым. Кәдімгі кейінгі мына медаль деген шығармасында дәл бүгінгі мынау арзан атақ іздеген, құндылықтардың құлдырағаны, мұғалімдердің медаль, марапатқа берілгені, сонымен еңбектің өлшенетіндігі шынайы жазылған. Ал енді осы топта жаңағы Мұрат Алмасбекұлы болсын, мына Есболат Айда болсын, Мақсат Мәлік, Өміржан Әбдіхалық, бұлардың да шығармалары жақсы. Бірақ осы жігіттердің шығармаларында бір әттегеней бар. Тіл жетіспейді. Тіл жағы ақсап тұрады. Содан кейін бұл жігіттердің шығармаларын оқып отыратын болсаңыз, оқиғалары ширақ, жеңіл оқылады, жақсы дамыған, бірақ мына тілдің бояуы, кейіпкердің характерін, мінезін, рефлексиясын ашатын кезде Дидахмет Әшімханұлы ағаларымыз, Қалихан Ысқақ, тіпті Асқар Алтай, Жүсіпбек Қорғасбектердің әдіс тәсілдері осы жігіттерде жетсе, көрінсе деген сияқты бір ойланып қаласың. Елдос, қалай ойлайсың? Бұл енді сен сын саласының өкілі ретінде, сыншы, әдебиет сыншысы ретінде, мүмкін бұлардың тілінің, сол өзің айтып отырған ағалардың деңгейіне жету үшін бұларға уақыт, белгілі бір кезең де керек шығар. Енді бәлкім қазіргі уақыттың өзі мынау жаһандану дәуірі, адамдардың күнделікті компьютердің алдында отыруы, жұмысымыздың барлығы кітапта, мынау рухани байлықтан аластатуы әсер етуде мүмкін. Қазір біздің өзі дүниетанымымыздың өзі шындап келгенде клиптік ойлауға келіп отыр. Клиптік мышление дейміз ғой. Мұны тез-тез қабылдау, және әрнеден жұлып-жұлып қабылдау. Бәлкім сол жағынан біз шығармашылық лабораториямызды зерттеуге, тақырыпты індетеге, кейіпкердің болмысын, мінезін ашуға жетіспей жатқан шығармыз. Бұрынғы жазушылар ауыл аймақты аралап кейіпкерлерді іздеген, тіпті вокзалда отырған әкім Таразиді көргенбіз, вокзалдан кейіпкерін іздеп отырған. Сол сияқты әр жерден кейіпкерлерін іздеген. Бәлкім бізге осындай мәселелер жетіспей жатқанда шығар осының өзі. Иә, бұл біз мына 90-шы жылдардағы жоғарғы оқу орындарын бітіріп, жаңадан еңбекке араласқан буынның өкіліміз. Сол кезде біздің әдебиетші ағаларымыз, біздің әдебиетімізде, әсіресе алдыңғы буын ағалардың әдебиетке қатысты пікірлерінде телеграфтық стиль басып бара жатыр. Қазір әдебиеттің тілі, шұрайлылығын жоғалтып бара жатыр деген әңгімелер көп айтылды. Осы алдыңғы буын әдебиетші, қаламгер ағаларымыздың осы жазған сызғандарынан осы мәселені осындай сындар пікірлер айтылып жатты. Қазір енді жаңағы айтқан клиптік ойлау, SMS-тік стиль деген нәрсе осындай белең алып бара жатыр дегенде пікірлер айтылып жатады. Осыған қалай қараймыз? Бұл мәселе сізге де маған да ортақ нәрсе. Тіл жағы. Филологпыз, оның үстіне сіз лингвист, ғалым ретінде бұл сізді де ойландыратын мәселе деп ойлаймын. Өйткені қазіргі мынау лингвистикалық әлеуметтік зерттеулерде осы SMM стилі белең алғаны дабыл қағып айтылып жатыр. Ол бізде ғана емес, бұл орыс әдебиетінде де айтылып жүр осы. Өтірік емес, қазіргі біздің қазақ әдебиетіндегі жас прозашылардың шығармаларын оқып отырсаңыз, публицистикалық сипатқа ұрынып кеткені, тіпті кейінгі жазылған шығармалардың 80-90% осы публицистикалық сарынға түсіп кеткен. Стиль сол стильде, және SMS-тік стильдің анық көрініп тұрады. Мына әдебиет теориясында мынандай ұғым бар, мәтіннің шынайылығы дейді, правдоподобность текста дейді. Ол шынайылық қайдан білініп тұрады? Мысалы, Дархан Бейсенбек деген жазушы бар, прозаик. Сол Дархан Бейсенбек 2015 жылы Қыл тұсау деген роман жазды. Кейіпкер шетелдегі әлем, шетелде өрбейтін. Бірақ мәтіннің шынайылығы
бірден көзге ұрынып тұрады. Жаңағы SMM-дік стиль, қысқа жазуға 90-шы жылдары Дидар Амантай жаңалық болып келді әдебиетке. Бірақ қазір қарасаңыз Дидар Амантайдың ертеректе жазған шығармалары оқылады, кейінгі жазған шығармаларын түсініксіз. Бәлкім бұл менің субъективті пікірім. Ал енді объективті тұрғыдан қарайтын болсақ, кейбір жастар біздің шетел әдебиетіне еліктеп жүр. Мынау эксперименттерге барады. Бірақ бір нәрсені ұғыну керек. Туған топырақта өнбеген дүние ол ешқашан ұлттық құндылыққа айнала алмайды. Біздің ақындарымыз да, жазушыларымыз да мына Жапон әдебиетіне, француз әдебиетіне еліктегісі келеді, шетел әдебиеттеріне, еуропалық әдебиеттерге. Бірақ ол жердегі таным, түсінік бөлек қой біздікіменен. Ал бізде қалыптасқан ұлттық таным бөлек. Ал енді ұлттық кеңістік тұрғысынан қарайтын болсақ, бұл үлкен мәселе. Ал біздің жазушыларымыз шетел үшін жазып жатқан жоқ, қазақ оқырман үшін жазып отыр ғой. Бұл жерде әсіресе әдебиетке келіп жатқан мына тілдің шұрайлы болуы, тілдік орта, әсіресе аға буынның шығармашылығын қарап отырсаң, қаймағы бұзылмаған қалың қазақтың ортасынан шығып, тілді жастайынан сіңіріп, содан кейін келіп филология, журналистика факультетіне келіп көбі түсіп, содан кейін жазушы ретінде танылып жатты. Қазіргі жастардың көбі сол туғаннан десек те болады, кейін көпшілігі қалаға урбанизация процесіне байланысты қазіргі қаламгерлердің бірқатары үлкен қалаларда туып, сол жерде өсіп, әсіресе ауылды қазақтың тұрмыс салтын, көшпелі өмірін көп көрді деп айта алмаймыз. Соның бәрі шығармашылықтан да көрініс тауып жатыр емес пе? Көрініс табады, ол әсер ететіндігі анық. Мысалы, асфальтта өскен бала ол ауыл тақырыбын, табиғат тақырыбын жаза алмайды. Жақында Жас Алаш газеті 2018 біздің айтып отырғанымыз тілдік тұрғыдан деп отырмыз. Тілдің құнарын сіңіру үшін. Сол тілдің құнары. Мен сізге бір не айтайын, Жас Алаш газеті осы 2018 жылы өткен қала мен ауыл деген тақырыпта байқау жариялады. Жас жазушылардың арасында. Сонда бір жаңа есімдер анықталды. Мысалы, Жадыра Шамұратова бей уақытта ашылған құпия деген әңгімесіменен, сосын Темірлан Қылышбек деген жас жігіт медицина мамандығында оқиды екен, лифт деген әңгімесімен ерекшеленді. Осы жігіттер мен қызың шығармаларын оқып отыратын болсам, оқиғасы барлығы дұрыс, және тіл мәселесі тағы да келіп тұрады. Біздің бәлкім бір қауіп келе жатыр. Біздің поэзиямыз алдыда, прозамыз төменде, енді оны мойындауымыз керек сапасы. Ал енді осы прозадағы тіл мәселесі кемшіндігі. Бұл үлкен мәселе. Бұны біз тіл мамандары да көп мән беріп отырған нәрсенің бірі, осы қазіргі жазушылардың жалпы әдебиеттегі прозаның, поэзияның тілі туралы жеке әңгіме қозғауға тура келіп жүрген жағдайы бар. Одан қазіргі шығармалар бізде мынау автобиографиялық сипатта болып кетті. Үшінші жақтан айту, немесе бірінші жақтан айту. Енді бұл әдебиеттің, жастар әдебиетінің бар мәселесін біз бір хабарда түгесе алмайтын түріміз бар. Уақытымызда тақап келе жатыр екен. Енді бізді өзіміз жастар дейміз ғой. Әсіресе жастардың әдебиетінің ішінде балалар әдебиеті дегенді үлкен өкілдері Мұзафар ағаларымыз бастаған, Бердібек Соқпаевтан келе жатқан үлкен қаламгерлерді білеміз. Оларды жалғастырып көп атай беруге болады. Қазіргі жастардың ішінен әсіресе қазақ мектебіне қазақ баласының 70%-дан астамы барып жатқан кезде осыларды жаңа өлең, жаңа әңгімелермен қазіргі балалардың танымына, мінезіне, психологиясына, жас ерекшелігіне сәйкес жазып жүрген жас балаларға арналған шығармалар жазып жүрген жастар бар ма? Бір-екі ауыз сөзбен ғана айтсам. Қазір енді балалар әдебиетінде жақсы қызмет етіп жүрген жігіттер бар. Мысалы, Жезқазғанда тұратын инженер Ернар Сейдахметтің өлеңдері, Серікбол Қасанның өлеңдері, балаларға арналған Аслан Тілегеннің өлеңдері, ал Семейде тұратын Қуат Қиықбайдың, Талдықорғанда тұратын Асхат Өмірбаевтың әңгімелері балалар тақырыбындағы өте жақсы. Мейіржан Жылқыбай, Досқан Жылқыбай деген жігіттер бар проза саласында балаларға жазып жүрген шығармалары жақсы, жеңіл. Бірақ бір кемшін мәселе әсіресе ақындарымызда балаларға тақпақ, мынау жаңылтпаш, жұмбақ, жаттамалар берген кезде бұрынғы ағаларымыздың жазып кеткен классикалық дүниелеріне еліктеу, солықтау басым. Сосын кейін қазіргі өлең ұйқасыменен жазған кезде ауыр сөздерді беріп қояды. Баланың санасына несіне лайықталмайды. Өйткені балабақшамен немен жұмыс жасамаған анық көрініп тұр. Жақсы. Бұл да бір өзекті мәселенің бірі, бұл арнайы тоқталатын тақырыптың бірі деп санауға болады. Бұл өйткені әсіресе қазіргі жас буынға осы өте қажет болып тұр.
Ал енді Елдосыным өзің осы әдебиеттің сыны саласында, әдебиет саласында қалам тартып жүрген жастардың бірісің. Жас танылып келе жатқан шығармашылығыңа табыс тілейміз, жұмысың жемісті болсын. Студиямызға келіп, әдебиеттің осы жастардың, өзіңнің әріптестерің, замандастарың туралы осы бүгінгі айтқан әңгімеңе рахмет. Сендерге көп үміт артамыз, жолдарың болсын әдебиеттегі, жалпы өмірдегі. Амандықпен жүздескенше ағайын.